Ассалаумағалейкум. Біздерде кезекті жөндеуге КамАЗ автокөлігінің генераторын алып келді. Генератордың подшипниктері кетіп тұр дейді, подшипниктер. Расында дауыс шығып тұр. Былай да естіліп тұр. Стетоскопсыз. Сосын ауыр машина болғаннан кейін сразу ана нелеріне, болттарына водосорғы шашып кетіп жатыр. Подшипниктің бойына, мойнына мына жерге. Сосын шикалатын шешіп қойып. Сразу якорын қарап мына жерден. Тағы бар бұның ақауы. Перезаряд беріп тұр дейді қазір. 30 вольт беріп тұр деп. Сосын мына екінші релені алып келді. Екеуінен біреуін үйлестіруге, бір келістіруге келе ме деп тонадағыдай. Сосын подшипниктерін алып келді. НСК подшипник. Егер оригинал болса, жақсы подшипниктерін алып. Өзінің оригинал польский болса. Қалған шашқан видеосын ертең түсіретін боламын. Бүгінгі тек водосорғы шашып кетіп жатырмын. Ассалаумағалейкум. Кешегі водосорғы шашып кеткен КамАЗдың генераторын таңертең келіп ашып алдым. Мына жерлерінің бәрі жібіп жақсы болып тұр екен, подшипниктердің бәрі. Водосорғы шеуіп кеткеннен кейін сіңіп, сондай бір жақсы болып, оңайлықпен ашылды. Енді бұны тексеріп қойдым. Прозвонка ротор шығып тұр, жақсы. Обмотка шығып тұр. Диодный мосты плюс жағынан 357 сопротивление көрсетіп тұрды, минус жағынан 352 сопротивление көрсетіп тұр. Диодный мосты жақсы. Енді релесін әлі блок питания салып тексерген жоғым. Бұны алдағы уақытта тексере жатарым. Мына жерде бір мәселе болып қалды. Кешеге алып келген подшипниктері, бұлар кішкентай подшипниктер екен, ашып қарамаппын. Себебі 302, мына 201 екен. А мына жерде одан үлкендеу подшипник бар. 62 303, 62 202 дейтін подшипниктер. Бұлар обычный подшипниктер, андай бик бат 62 дейтін подшипниктер. Сол себепті мына подшипниктер бармайтын болып қалды. 302, 201. Мынандай подшипниктер алып келу керек. В целом генератордың состояниесі жақсы, тек подшипниктерін ауыстырамыз, релесін тексереміз. Генераторды тексеріп болғаннан кейін релені тексеруге кірістім. Бұл релері андай дополнительный резистормен жүреді, дополнительный сопротивлениесімен. Сопротивление резисторын тексерген кезде өзінің 0,72, 0,70 көрсетіп тұр. Примерно сондай көрсетті өзі. Енді ол үшін релені тексеру үшін бізге блок питания керек болады. Блок питания негізі 29-30 вольтқа шейін барған жақсы, бірақ бар 24 вольт, ең үлкені 24 вольт көрсетіп тұр. Ол үшін біздер мына жерге плюсті эмитер етіп релейге бұндан қосамыз. Екінші плюс сатыр обмоткадан нейтральный провод шығады, сол проводты мұнда қосамыз. Жалғаймыз да корпусқа минусты береміз. Сол кезде мына шөткеден плюс пен минус шығу керек. Данный момент мына жағы мына минусты көрсетіп тұр. Көк свет жанып тұр. Бұл мына астыңғы шөткісі, мына төменгі жағында тұрған. Бұл минус. Енді бұның полярнысын ауыстырамыз. Минусты астына қосамыз да плюсті тексерген кезде плюстен қызыл свет жанып тұр. В целом бұл реле регулятор жұмыс жасап тұрған болу керек. Оны генераторға салған кезде көрсететін болады. Бір релені тексергеннен кейін екінші релені тексеріп атын, онда дәл солай жалғаймыз. Жаңағы имитировать етеміз ғой, енді фазаны келіп тұрған, сосын статордан келіп тұрған нейтральный обмотканы екеуіне де плюс келеді, корпусқа минусты береміз. Сосын мына жағы минус, мына жағы плюс болу керек. Сосын бұның жаңа тексергендегі мына резистор 0,180 Ом көрсетіп тұр. В целом допустимый, ол да рұқсат етілген, енді тоқ беру керек оны. Жәлеп тексеріп көреміз енді. Шөткінің плюс жағында тоқ бар енді. Плюсті ауыстырамыз минусқа. Мына жағында көк свет жанып тұр, бұда минус бар. В целом реле регуляторды жұмыс жасайды деген есептеуге болады. Тағы да бір айта кететін жайт, кешеге перезаряд беріп келдік деген реленің зима летісінің зима положениесі қосылып келді бұның. Бұны кейін ашқан кезде көрдім. Енді мына арасын ажыратып қойдым, қазір күн жылы ғой. Мүмкін соның себебімен бұл 30 вольт беріп аккумуляторды қайнатып тұрған болар. Бұны ажыратып, сосын генераторды жинағаннан стендке қосып көрем, қосып көрем, тексерістен толық өткізем. Енді мына генератордың мына жағын бәрін тазалап қойдым. Толығымен ішін, сыртын, сатырын, алдын корпусына мас салатын жерлерін, коллекторын, сосын подшипниктер келді, новый подшипник, іштеріне май толтырып қой деген еді. Ішіне солидол толтырып салып жібердім, алдына да, сосын артына да. Енді генератор толығымен жинауға дайын. Жинап
стендке қосатын боламын. Генераторды өзінің релесімен 2 аккумулятор алып келіп қосып қойдым. 25-те 4 зарядка көрсетіп тұр. Сосын мынау контрольный лампочка щитокта жанып реагировать етіп тұр. Енді мынаны жайлап қосып көреміз. Лето жағымен қосамыз. Жиырма 8-де 6 вольт көрсетіп тұр. Енді мынаны зимаға қойып көреміз қазір. Мынаны енді положениесін зимаға қойдық мына жерден. Енді оны да қосып көреміз жайлап. Зима жағында 29 вольт көрсетіп тұр. Демек, бұл машинада жүрген кезде кеше перезарядта осы зимада қосылып тұрған себебінен көп зарядка беріп аккумуляторды қайнатып тұрған. Енді екінші релені салып тексеріп көреміз қазір алып келген. Өзінің келген релесін тексердік, жасап тұрған новыйдан алып келген релесі. Бұны да тексеріп көреміз. Полный жалап қойдым, массасын, фазасын бәрін. Мына енді контрольный лампочка мынау. Контрольный свет щитокта. Бұл да жанып тұр, енді жайлап қосып көреміз. Жиырма 7-де 2 көрсетіп тұр. Енді бұны зимаға қоямыз, сонымен тағы тексеріп көреміз. Зимаға қойдым, қосып көреміз жайлап. Екі реленің екеуі де жақсы жұмыс жасап тұр. Лето положениеде 27 вольт көрсетіп тұрды, зимада 29 вольт стабильно беріп тұр. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр. Иесіне табыстайтын боламын.